Баршаңызға ассалаумағалейкум, құрметті YouTube көрермендерім. Сіздердің назарларыңызға ұлттық тестілеу орталығы ұсынған Қазақстан тарихы бойынша 100 датының 3-ші бөлімін ұсынамын. Сонымен кеттік. Бізде енді өткенде 39-шы датадан тоқтаған болатынбыз. Бізде 39-шы дата ол 1783-1797 жылдар аралығындағы кіші жүздің территориясын қамтыған Сырым датылының көтерілісі болатын. Келесі бізде 40-шы дата ол тағы да бір көтеріліс. Жетекшісі болған атақты 1802 сонымен 1847 жылдары өмір сүрген төре тұқымынан шыққан Кенесары Қасымұлының өмір сүрген жылдары деп береді бізде. Бұл кісі енді әрине төре тұқымынан шыққанын білеміз баршамыз. 1841 жылы кіші жүздің игі жақсылары оны хан сайлаған. Енді қазақтың ең соңғы ханы деп есептеледі. Келесі 41-ші дата ол 1835-65 жылдары, 1835-1865 жылдары өмір сүрген Шоқан Уәлихановтың атақты ғалым өмір сүрген жылдары. Шоқан Уәлиханов бізде әрине бұл ғылымда өзінің Қашқар сапарына барған үлкен ерлігімен танымал және шығыстанушы атақты ғалымдардың бірі. Келесі 42-ші дата ол бізде 1837-1847 жылдар аралығында Кенесары Қасымұлы бастаған көтерілістің болған уақыты. Енді көтеріліс 10 жылға созылған, үлкен қиындықтармен ол уақытта білесіз, патша үкіметімен сонымен арадағы дипломатиялық байланыс деген тығырыққа тіреледі. Осылайша 1837 жылы көтеріліс басталып, аттай 10 жылға созылады. Одан кейінгі 1847 жылы қайғылы жағдайда аяқталған болатын. Келесі 43-ші дата ол бізде 1841-1889 жылдар аралығында өмір сүрген, яғни Ыбырай Алтынсариннің өмірі. Ыбырай Алтынсарин бұл енді атақты ағартушы, өзінің бүкіл ақшасына қазақтың балаларын жинап, сонымен үлкен алғашқы мектепті ашушылардың бірі деп біздер айтамыз. Енді оның Ыбырай Алтынсарин мектеп ашқан уақыты ол бізде 1864 жылы деп береді, және оның 1879-да берген 1879 жылы жазған атақты Қырғыз хрестоматиясы деген еңбегі белгілі. Келесі 44-ші бізде дата ол 1845-1904 жылы ақын ойшыл ағартушы Абай Құнанбаевтың өмір сүрген жылдары. Келесі 45-ші дата ол 19-шы ғасырдың 50-ші жылдары патшалы Ресейге қарсы Жанғожа Нұрмұхамбетұлының көтерілісі, яғни болған жылдар. Енді Жанғожа Нұрмұхамбетінің алғашында көтерілісі негізі сыр бойындағы, сонымен мына қазақтардың Хиуа хандығына қарсы көтерілісті болады алғашында, кейін бұлар патшалы Ресейге қарсы бағытталатын еді. Бұл енді бізде 8-ші сынып оқулы, яғни Қабылдиновтың оқулығында суреттеледі, яғни мейірдің естеліктеріне келеді, білесіздер, оның батырдың соңғы сәттерін сипаттайтындығы. Келесі 46-шы бізде дата ол 1858-1931 жылдары аралығында өмір сүрген атақты Шәкәрім Құдайбердіұлы. Енді 1931 жылы бәріміз білеміз, Шәкәрім Құдайбердіұлыны ішкі істер халық комиссариатының сонымен адамдары, мына Елтай Ерназаровтың адамдары өлтіріп, сонымен құдыққа салып тастайтын еді ғой денесін. Сонымен 47-ші бізде келесі дата 1866-1937 жылдар аралығында өмір сүрген атақты сонымен қазақтың біртуар азаматы Алаш партиясының көсемі, кейін Алашорда үкіметінің төрағасы болған Әлихан Бөкейхановтың өмір сүрген жылдары. Келесі 48-ші дата бұл тағы да бір үлкен Қазақстан тарихында орын алатын, бұл ежелгі түрік жазбаларының құпиясын ашқан атақты дат ғалымы Белгелім Томсынның сонымен алғашқы күлтегін тас жазуларының құпиясын ашқан уақыты. Ең алғашқы оқыған сөзі біздер Тәңір деп айтатын едік. Келесі 49-шы дата бұл 1913-1918 жылдар аралығында шығып тұрған Алаш партиясы, кейін Алашорда үкіметінің баспасөз органы Қазақ жалпы ұлттық газетінің шығып тұрған уақыты. Кейбір деректерде барлығы 265 таным шыққан деп айтады, сонымен кейбір деректерде цензураға байланысты кейбір үлкен басты материалдарында сонымен шықпай қалған уақыттар болған. Енді оның барлығын біздер мына күні кеше 21-ші қыркүйектен бастап кинотеатрларда көрсетіліп жатқан Мұрат Есжанның Міржақып Оян қазақ, енді Оян қазақ деп айта берген дұрыс шығар, киносынан сіздер көріп жатқан шығарсыздар деп ойлаймын. Келесі 50-ші дата ол бізде 1916 жылғы Қазақстан және Орта Азиядағы ұлт азаттық қозғалыс. Енді Қазақстан масштабынан шығып, Орта Азияны да толық қамтыған. Бұған енді себеп болған бізде 1914 жылы бірінші дүниежүзілік соғыс басталған кезде Ресей оған бірінші дүниежүзілік соғысқа қатысады, империалистік соғысқа, және соған өзінің негізгі армиясын сақтап қалу үшін 1916 жылы 25 маусымда Мұрат ана халықтарды тыл жұмысына алу туралы деген үлкен сондай жарлық жариялайтын еді. Мынау соған болған реакция ретінде кейін сипатталады. Жалпы Манаш Қозыбаев секілді марқұм болып кеткен кезіндегі атақты ғалымдарымыз қазіргі сол Манаш Қозыбаевтың мысалы есептеуі бойынша
бұл Қазақстан және Орта Азияда ұлт азаттық қозғалыс, бұл негізі көтеріліс қозғалыс деген масштабтан шығып, бұл революциялық жағдайға дейін барған үлкен тарихи оқиға ретінде сипаттайды. Келесі 51-ші дата ол бізде 1917 жыл шілдеде, 21-26 шілде деп келетін еді. Орынбор қаласында бірінші жалпы қазақ съезінде Алаш партиясының құрылуы. Яғни Алаш біздің Оралда қозғалыс ретінде 1905 жылы құрылған болса, ал енді партия ретінде 1917 жыл шілдеде Орынбор қаласында бірінші жалпы қазақ съезінде құрылған. Келесі 52-ші дата бұл 1917 жыл желтоқсан. Бұл енді деректерде 5-13 желтоқсан деп келетін еді. Орынбор қаласындағы екінші жалпы қазақ съезінде Алашорда енді үкіметі жарияланады. Бұл жердегі біздің Алаш партиямыз енді бүкіл қазақтың атынан сөз сөйлейтін үлкен үкіметке айналады. Осы жерде енді үкімет пен партияның арасындағы айырмашылық қандай болады дейтін болсаңыз, бұл партия мемлекет басқарудағы өзінің бір альтернативті формасын, бағдарламасын ұсынушы ғана бір орган болатын болса, ұйым, ал енді үкімет деген бұл тұтас қазақтың атынан сөз сөйлеген біздер үкімет ретінде айта аламыз. Келесі 53-ші дата бұл 1919 жыл 10 шілде қазақ өлкесін басқару жөніндегі революциялық комитеттің құрылған уақыты, немесе Қазревком. Бұның алдында тұрған негізі үлкен екі міндет болған. Оның біріншісі, ол уақытта қазақ өлкесінде және ішкі Ресейде азамат соғысы болып жатыр. Соған байланысты өлкедегі тыныштықты сақтау және ақ гвардияшылардың сол кездегі кеңес үкіметі құлатып тастауына мүмкіндік бермеу. Және сосын тағы бір үлкен бір екінші мәселе, бұл 1920 жылға шақырылатын құрылтай жиналысында үлкен дайындық. Бұл енді бізде базада бар, қазақ өлкесін басқару жөніндегі революциялық комитеттің алғашқы төрағасы болған бұл Станислав Песковский деген ұлты поляк азамат. Ал енді орталық атқару комитетінің төрағасы болып десе біздің жерлесіміз Ордадан шыққан Сейітқали Меңдешев. Ал енді халық комиссарлар кеңесінің төрағасы болып десе ол Виктор Радус Сенкович деген кісі екендігі айтылады. Келесі 54-ші дата ол бізде 1920 жыл Қырғыз немесе Қазақта автономиялық кеңестік социалистік республикасының құрылған уақыты. Бұл енді үкіметтің құрылуының өзі бұл Алашорданы толық ликвидация жасағаннан кейін ғана жүзеге асқан. Сонымен 1920 жыл мына жерде жазылып тұрған енді Қырғыз деп тұрғаны, ол деген бұрын біздерде мына патшалық Ресейдің кезінде орыстың тарихшылары сонымен әдейі немесе енді шатасып деп айтуға болатын шығар. Сонымен қазақтардың атын қырғыз деп атаған, қырғыз қайсақтар деп, яғни шовинистік пиғылдан бұндай жазылған деректерді көп көреміз. Шындығында енді қазақтардың негізі өзінің атын ескермей қырғыз деп атаған, немесе қырғыз қайсақ деп атаған. Ал енді біздің қырғыз ағайындарды қара қырғыздар деп атаған. Сонымен Қырғыз қазақ автономиялық кеңестік социалистік республикасы құрылады. Мынау енді бізде кілт сөзі мына жерде социалистік. Ал Алаш партиясының ол әуел бастан бағдарламасы ұлттық буржуазиялық бағытта болған. Екеуі бір-біріне мүлдем қарама-қайшы. Келесі 55-ші дата ол бізде 1925 жыл қазақ кеңестерінің 5-ші съезі өтеді. Біздің сонымен үлкен қуанышымыз болып есептелетін бұл қазақ деген атау қазақ халқына қайттан қайтарылып берілген. Оған дейін қырғыз қайсақты кемітіп жүрсе, енді қазақ деген атау толық қайтарылып беріледі. Ендігі сонымен жазба деректердің барлығында қазақ деп кететін болады ары қарай. Келесі біздерді ары қарай 56-шы дата ол 1925 жыл қазақ автономиялық кеңестік социалистік республикасы астанасын 1925 жылғы әкімшілік өзгерістерге сай біз Орынбордан айырылдық осы жолы. Сөйтіп Қазақ АКСР-ның астанасы Орынбордан Қызылорда қаласына көшіріледі. Оған дейін Қызылорда Ақмешіт деп аталған, Ақмешіт деп аталғанға дейін Перовск деп аталған. Перовск кім дейтін болсаңыз, ол Орынбор генерал-губернаторы болған кісі. Енді бір отаршылдардың бірі болды. Келесі 57-ші дата ол бізде 1925 жыл әнші атақты Әміре Қашаубаев Париждегі дүниежүзілік этнографиялық көрмеде концертте сонымен ән шырқаған. Бұның дауысы енді фонографтарда жазылып әлі күнге дейін сақталған бізде. Бұл Парижде болған дүниежүзілік экспо көрмесі деп сипаттайтын еді. Келесі біздердегі бұл дата 1928 жыл қазақтың қара шаңырағы болып есептелетін алғашқы жоғары оқу орны бұл мемлекеттік педагогикалық институт ашылады. Бұл енді қадамға не үшін барды дейтін болсаңыз, бұл деген сонымен қазақ өлкесіндегі жоғары білімді маман кадрлардың жетіспеуіне байланысты сол жыртықты жамайтын үлкен бір бастама болды деп айтады жалпы. Кейін енді бұған әрине Абайдың аты беріледі. Қазір бұл Абай университеті, қара шаңырақ. Алғашқы ректоры ұмытпасам бұл Санжар Асфендияров болған. Келесі 1900 сонымен 1959 дата
1929 жыл қазақ АКСР астанасын Қызылорда қаласынан Алматы қаласына көшіреді. Оған енді бірнеше сонымен нәрселер себеп болған деп айтады. Енді Алматының сонымен орналасқан жері, жалпы мына оның таулы табиғаты, енді осыған дейін верный деп аталған болатын. Қысқасы, Астана сонымен бізде Алматы болып өзгерді. Келесі, одан кейін енді 60-шы дата ол бізде 1931, 32, 33 жылдарды қамтыған бұл күштеп ұжымдастыру жылдарындағы жаппай ашаршылықты айтуға болады. Енді бұл тарихта, Қазақстан тарихында өте көп зерттелген тақырыптардың бірі, және әртүрлі сонымен цифрлардың бір-бірімен сәйкессіздігі деген секілді ұғымдарға осы толы кезең, яғни қолдан жасалған аштықтың нәтижесінде қазақтардың сонымен жаппай қырылған уақыты. Қазақтардың ата кәсібі сонымен мал шаруашылығының, олар деген кешіріңіздер, сонымен кеңес үкіметі деген үлкен көлемде малды тартып алып, біз білеміз, айтылып жүрген олайда цифр 1928 жылы 40,5 миллион мал болған болса, ол 32 жыл сонымен санақ кезінде 4,5 миллион мал қалды деп айтатын едік. Жалпы енді түрлі цифрлар келтіріледі, негізі көп сонымен келтіріліп жүрген негізі цифрлар аштық кезінде қазақтардың 2,5, жалпы қазақ АКСР аумағында қаза болған адамдардың саны сонымен 1900, кешіріңіздер, қаза болғандардың саны сонымен не деп келеді, 2,5 миллион, жалпы халықтың соның ішінде 2,1 миллионы қазақтар, қалған 400 мың басқа ұлттың өкілдері деп келетін еді. Қазір енді ғылыми зерттеулерге сәйкес бұл цифрдан әлдеқайда көп екендігін көреміз. Келесі 60-шы дата ол 1936 жыл Қазақ автономиялық кеңестік социалистік республикасының одақтас республика ретінде КСР-ның құрамына, яғни қайта қосылуы ретінде айтылатын. Қысқасы, бұл бізге неге керек дейтін болсаңыз, мына 1936 жылы 5 желтоқсанда КСР-ның жаңа конституциясы қабылданып, кезінде автономия болып құрылған сонымен республикалардың барлығы енді одақтас республика болып қайта өз еріктерімен КСР-ның құрамына кірген сияқты болып жазылған конституцияда. Және кез келген уақытта шығып кетуге құқысы бар деп те жазылған. Сөйтіп біздерде автономиялық кеңестік, яғни АКСР деген атау енді асыл түсіп қалып, сонымен кеңестік социалистік республика деп аталатылған бастап. Қай жылдан бастап? 36 жылдан бастап. Келесі 62-ші дата ол бізде 1900 сонымен 37-38 жылдар. Бұл қазақ енді тарихында ең бір қасіретті уақыт, жаппай қуғын сүргін, сонымен репрессия деп айтады ғылыми тілде, орын алған уақытты айтамыз. Бұл кезде сонымен 37-38 жылдардағы кеңес одағы қылмыстық кодексінің нөмір 58 бабы халық жауы деген сонымен бап бойынша адамдарды ақылға сыймайтын айыптармен енді соттай бергендігін көреміз. Келесі 63-ші дата ол бізде 1937 жыл Қазақ КСР конституциясының қабылданған уақыты. Бұл тікелей мына 1936 жылы датаға тікелей байланысты. Неге десеңіз, 1936-та қабылданған КСР-дағы конституцияның артынан іле-шала сондай тенденция болған КСР заманында. 36 жыл бірінші орталық қабылдайды, одан кейін іле-шала сонымен субъектілер қабылдауы керек. Сөйтіп 1937 жылы, яғни біздің Қазақ КСР-ның конституциясы қабылданады. Келесі 64-ші дата ол 1939 жыл, әрине бірінші қыркүйек. Бұл дүниежүзі тарихынан да келетін дата, екінші дүниежүзілік соғыстың басталған жылы болып есептеледі. Және соңғы 65-ші дата ол 1946 жыл Қазақ КСР ғылым академиясының құрылған жылы, және оның ең алғашқы президенті Қаныш Сәтпаев. Сөйтіп біздер үлкен бір ғылыми дамуға аяқ басқан кезең. Қысқаша енді осындай. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Ақпарат сізге пайдалы болды деген ойдамын. Сау саламатта болыңыздар.